Сәлеметсіздер ме достар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Қара жамылған көк сарайлықтарға. Сырдария, анам менің қымбаттым. Жүрсем де алыс өзіңе арнап тіл қаттым. Көк сарайлық 11 ұл қыз көз жұмды. Сенде ашылды есіктері жұмақтың. Атамадым сенімен еш тілсіз жау, жағажайың жебе жыңғыл тегіс бау. Сыр анамыз танытпас деп өгейлік, 11-і де күліп ойнап жетті сау. Тартты бірін айналдырып иірімін, қалғандары алып кетті бір-бірін. Көк сарайлық 11 ұл қыз шахиттер, жүректерде қалып қойды түстірің. Аға жеңгей айтпай мен ұлдамет, мына хабар қандай суық жылдамет. Көк сарайлық барша туыс бауырлар, бір қараны садақа қыл құрбан ет. Мұндай қайғы бізде бұрын болмаған, рас бір кез соғыс жылы сорлағам. Бірақ мына бейбіт осы заманда, үнім бұлай шықпап еді зарлаған. Айтпай аға, не айтамыз сізге біз? Өтті өмірден тұлымды ұл мен ерке қыз. 11-іңде ерекше едің қайтейін, сізбен бірге қайғы күйін шертеміз. Інжу, Кәусар, Бекжан менен қазына, құлағың тұр азалы ел сазына. Аружан мен Мұхамеджан ұл сана, Гауһар, Сержан, Аяру мен інжулер, туған жандар едау елдің бағына. Жоқтаймыз біз Бекетова баянды, барша халық қайғы жұтып оянды. Бүкіл ауыл күңіреніп түнімен, қасіреттен тегіс таяқ таянды. Анам менің Сырдария өзенім, бұл қайғыға енді қалай төземін? Қан жұтқыздың жарық күнде біздерге, ішім саған жылый қоймас сеземін. Демеңдер еш құдайдың бұл кәріме, түсті жара жүрегіме, тәніме. О жерлестер, көк сарайлық бауырлар, көңіл айтам, үлкен кіші бәріңе. Авторы Құдияр Біләл.